Ал оқушылар, бүгін сабағымызды бастамас бұрын шарттық шеңберін құрып, бір-бірімізге ыстық негізімізді білдірейік. Ол үшін барлықтарыңызды ортаға шығыңыздар. Оқушылар, Бемұхан, мен бүгінгі сабақта саған сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақта сенің ашық. Бүгінгі сабақта саған сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақта саған озат болып. Бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақта біліміңді шыңдауға сәйкес. Сабағымыз жақсы болып бітір. Зерек бол. Бүгінгі сабақта медицина қансонып кеткіз. Бүгінгі сабақта алғанын көрсет. Бүгінгі сабақта зейінің ашылсын. Бүгінгі сабақта сәттілік. Бүгінгі күн ойдағыдай өтсін. Балалар зейінің ашылсын. Ал оқушылар, бүгін сендерге сабақта барлықтарына жақсы көңіл-күй, сәттілік тілеймін. Рахмет. Енді сабағымызды бастамас бұрын біз топқа бөлініп алайық. Қане, мына жерде стикерлерде жүздердің атаулары, жүздердің рулардың атаулары жазылған стикерлерді түстер арқылы топқа бөлінеміз. Бұл жерде балалар қызыл түстегі стикерді ұлы жүз тобы болып аталсын. Ұлы жүз бір топқа бірігейік. Жасыл түстегі руларымыз, орта жүз рулары келесі орта жүз болып бірге қойсын. Ал бұдан кейін үшінші кіші жүз рулары бізде кіші жүз болып топқа бөліндік. Ал енді жаңа сабағымызды бастамас бұрын үй тапсырмасы бойынша сендерге өткен сабақтар бойынша сұрақ жауап арқылы алған білімдерімізді ортаға салайық. Бірінші сұрақ. Антропология нені зерттейді? Кім жауап береді? Алайда айта қой. Адам мен оның нәсілдерінің биологиялық табиғатын және шығу тегі мен эволюцияны зерттейді. Дұрыс. Этнология нені зерттейді? Этностар мен этникалық қауымдастар және сондай-ақ сан алуан түрлі этникалық қауымды зерттейді. Жарайсың. Антропогенез дегеніміз не? Ал меруерт айта ғой. Адамның шығу тегі. Адамның шығу тегі. Дұрыс айтасың. Этнос дегеніміз не? Этнос адамдардың өзіндік сана-сезімі бойынша этникалық қауымдастық. Жарайсың. Диуани лұғат автор еңбегінің авторы кім? Кім айтады? Ал Жанатбек. Махмуд Қашқари. Махмуд Қашқари, дұрыс. Осы Диуани лұғат автор еңбегінде кездесетін тайпаларды кім атап береді екен? Қане? Зере атай ғой. Диуани лұғат авторы кітабында қырғыз, ұйғыр, татар және емек және тағы да басқа тайпалар кездеседі. Жарайсың. Түркілік қазақ сөзінің мағынасы қандай мағына береді екен? Қане балалар кім айтады? Ал Еркін тәуелсіз өмір сүру дегенді білдіреді. жарайсың Аида. Тарихи Рашидидің еңбегінің авторы айта ғой. Мұхаммед Хайрулла. Дұрыс айтасың. Алтын ордадан бөлінген дешті қыпшақ қалай аталады? Ал қалай? Өзбек хандығы. Өзбек хандығы деп аталады. Дұрыс. Мәдени генетикалық код дегеніміз не? Кім айтады? Ал Гүлнұр. Мәдени генетикалық код этнос мүшелерінің арасында биологиялық және әлеуметтік өзара байланыстар. Дұрыс, иә? Ал Теле тайпасының ата-бабалары кімдер және неше тайпаға бөлінді? Кім жауап береді? Ал Уәлихан айта ғой. Теле тайпасының ата-бабалары мыңдар болды және олар 15 тайпаға бөлінді. 15 тайпаға бөлінді, дұрыс айтасың. Генетикалық ұғымы сөзбе-сөз аударғанда қандай мағына береді екен? Гүлзат айта ғой. Генетикалық ұғым сөзбе-сөз аударғанда ген, қан, ДНК дегенді білдіреді. Алайда біз бұрынғы ата-бабаларымыздың генетикалық жадын сақтаймыз. Дұрыс айтасың. Генетикалық жадын біз ата-бабаларымыздан келеді жатқан генетикалық жадын сақталады екен. 12 ғасырда Қазақстан аумағында қандай тайпалар өз мемлекетін құрды? Кім жауап береді? Ақжүніс айта ғой. Моңғол тілдес тайпалар, дұрыс айтасыңдар. Ал біз үй тапсырмасын есімізге түсіріп алдық. Енді бүгінгі сабақтан біз бейнебаян көреміз. Тыңдаймыз.
маңызды істерді және туыстар арасындағы даулы істерді шешу ақсақалдар кеңесінің белгілі болады. Тайпа, ұрпақ, халық. Кеңес, грекше, тайпа, халық және шығу тегізген мағынаны. Әртүрлі қауымдық топтар негізінде жаңа құрамдағы туыстас тайпаның немесе халықтың қалыптасуы. Этногенез қандай болса да халықтар тарихының бастамасы. Ол үнемі даму үстінде болады. Бірде оған жаңа этникалық топтар қосылып, онымен бірге қайнасып, араласып кетсе, енді бірде одан кейбір топтар ерекшеленіп, бөлініп те жатыр. Қазақстан аумағындағы көптеген түркітектес көшпелі тайпалар бірігіп, бірге қайнасып, араласу нәтижесінде қазақ халқы қалыптасқан. Этногенез үрдісінің негізгі екі түрі болады. Бірінші, жергілікті бірнеше көне тайпалық топтардың биологиялық және жаппай араласу арқылы қалыптасу. Екінші, жаңа заманда басқа жерге қоныс аударған бірнеше халықтар өкілдерінің тікелей ықпалының нәтижесінде болатын қалыптасу. Қазақ жүздері туралы. Қазақ жүздерінің шығуы мен жүз атауының тарихи мәні туралы ғылыми тұрғыда дәлелденген ортақ пікір әлі де жоқ. Кейбір зерттеушілер бұларды әлдебір бір нәрсенің құбылысының бөлшегі, саласы бір жақ деп қарастырса, енді біреулер оны жүздік сандармен байланыстырады. Жүздік құрылым туралы. Дәстүрлі қазақ қоғамы 300 тұрады. Ұлы жүз, орта жүз және кіші жүз. Жүздердің шыққан уақыты, шығу себептері, шыққан мазмұны жөнінде ғалымдардың арасында әлі ортақ пікір жоқ. Шоқан Уәлихановтың пікірі бойынша, Алтын мемлекетінің ыдырауы кезінде қазақтар өздері көшіп жүретін жерлердегі өз құқықтарын қамтамасыз ету үшін осындай үлкен одақтар құрған. Манжуловтың пікірі бойынша, қазақ елі жері 300-ге монғолдарға дейінгі кезеңде 10-12 ғасырларға бөлінді деп есептейді. Ұлы жүз тайпалары Суған, Шаншықы, қоныстанған мекендері Жетісу мен одан ары қарайғы батыс жерлерін иеленді. Көшіп-қону оңтүстігінде Балқаш, оңтүстігінде Тянь-Шань, шығысында Жоңғар Алатауы мен Тарбағатайға жетіру байырынан екен. Әлімұлы, Қаракесек, Шекті, Төртқара, Шөмекей, Кете, Қарасақалжар. Жетіру, Табын, Тама, Кердері, Төлеу, Керейін, Жағалбайлы, Рамадан, Мұлажын. Байыл, Шеркеш, Мысық, Масқар, Алаша, Тана, Байбақты, Қызылғырт, Таз, Беріш, Алтын Жаппас, Адай, Есентемір рулары жатады. Қоныстанған мекендер, олар бүкіл батыс Қазақстан аумағын иеленді. Ал оқушылар, яғни сабағымызда біз бейнені көру арқылы балалар мына суретті мен сіздерге көрсеткім келіп отыр. Қане осы сурет бойынша суретте не көріп отырмыз? Не көріп тұрмыз суретте? Тамыр, Бәйтерек көріп тұрмыз. Иә. Ал жаңа бейнебаянды тыңдап алғаннан кейін мен сендерге осы сұрақ қойғым келіп тұр. Шежіре дегеніміз не екен? Сонымен балалар, шежіре кім айтады? Ал Ермұхан. Шежіре дегеніміз қазақтардың шежіресі. Шежіренің ең қысқа бөлігі жеті ата болып саналады. Тамыр нені зерттейді екен? Балалар, тамыр айғаным. Тамыр. Бұл біздің ежелгі ата бабаларымыз шығу тегімізді сипаттайды. Мысалы, қазақтар ру, са, оның стиль секілді ұрпақтар, тайпалардың ұрпағы болып саналады. Жарайсың. Ал енді неліктен жеті атаны білу маңызды деп ойлайсыңдар, балалар? Кім айтады? Балмыр. Жеті атаны білу маңызды. Себебі, мысалы, біздің баяғы ата бабаларымыз жеті атадан аспай қызалмаған. Яғни олар бір-біріне жеті атадан егер бірдей атадан болса, туысқанды ағайындылар болса, олар бір-біріне қыз алып қыз бермеген. Және де жеті атаны білмеген жетесіз деген сөз бар. Әр адам өзіне жеті атасын білуге міндетті. Жарайсыңдар. Яғни біздің
өздерінің тыңдағандарының нәтижесінде және де сұрақтарға жауап беріп, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы қазақтардың ру тайпалық құрылымының ерекшеліктері. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осылай. Енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар, қазақтардың ру тайпалық құрылымының ерекшеліктерін ауызша тарихнама негізінде түсіндіру, шежіре, генеалогиялық аңыздар. Енді үш топқа бөлінді. Үш топқа бөлінгеннен кейін мен сендерге топтық бағалау жүреді бізде балалар. Топтық бағалауда, яғни әр топ басшы ішінде оқушыларды телефон арқылы өздерінің тобын бағалап отырады. Түсінікті ғой, мына смайликтерді жапсыру арқылы топты бағалап отырамыз. Бірінші топқа Инстаграм, екінші топта TikTok, үшінші топта бізде Facebook арқылы тобымызды топ басшы бағалап отырады. Топ басшыны белгілеп алдық. Бірінші топта ұлы жүздің топ басшысы бізде Гүлзар болады. Екінші орта жүздің топ басшысы Зере болады. Үшінші кіші жүзде Жанна. Ал топ басшылар өздеріңіздің құрамдарыңызды бағалап отырасыздар. Және де жеке мен сұрақтарға жауап берген оқушылар менің өзімнің жеке мынандай смайликтер арқылы да бағалап отырамын. Ал енді бізде жаңа сабақты тыңдарды. Енді үш топқа мен қазір сендерге тапсырма берейін. Бірінші топ бізде ұлы жүз тобына топтық зерттеу жүргізіңіздер. Шежіре, генеалогия ұғымдарының мағынасын ашасыздар. Орта жүз талдау, талқылау орта жүздің руына талдау, талқылау жүргізесіздер. Кіші жүз тобы қазақтардың ру тайпалық құрылымының ерекшеліктері, жүздердің пайда болуы туралы өздеріңіздің ойларыңызды ортаға саласыздар. Дайындаламыз. Постер қорғап айтып берулеріңізге де болады. Ортаға салуларыңызға да болады. Бойынша бұл жерде оқушылар ойланамыз, топтасамыз және ойымызды бөлісеміз. Және топпен пікірлесіп постер қорғаймыз. Ал оқушылар дайын болдыңыз ба? Онда ұлы жүзден бастап жауап берейік. Болдырмай дайынбыз. Бізге берген тапсырма бойынша біз шежіре тақырыбына жұмыс істеу. Қазақ рулары мен тайпалары шежірелік дәстүрмен ортақ. Қазақ рулары мен тайпалары шежірелік дәстүрмен ортақ шығу тегі туралы түсінікпен бірікті. Шежірелік дәстүр ол ел арасында ауызша аңыздар түрінде өмір сүреді. Жалпы
Шежіре дегеніміз ол ер адам жағынан ата бабаларын ауызша немесе жазбаша санамалайтын туыстық қатынастардың тізбегі. Жалпы шежіре қазақ этносының ұжымдық тарихи мәдени болып саналады. Жалпы осы қазақтарда да ежелгі түрік моңғол секілді тайпаларда да тура осылай ауызша шежіре айту қалыптасқан. Бұндай шежіре айтатын адамдарды біз тарихшылар шежіресі деп атаймыз. Және осы шежіресінде ел арасында арнайы нақтыланып таңдалды, себебі олар ерекше жатқа ие болу керек болды. Сонымен қатар олар тек қана шежіре жайлы айтып қана қоймай, тарихи оқиғаларды айту олардың міндеті болып саналды. Шәкәрім Құдайбердіұлы өзінің шығармашылығында осы шежіре туралы шығармашылығында ел басқарған сұлтандар мен қарапайым халықтың тарихын жеке-жеке айтып ашып көрсеткен болатын. Түрік қырғыз хандар шежіресі. Шәкәрім Құдайбердіұлы Орынбор баспасында 1911 жылы 114 бет көлемінде тұңғыш жарық көрген еңбегі. Дала данышпанның зор ыждағаттылықпен, ұзақ жылдардағы ізденіспен жазылған шежіре баяны. Шежіреден бұрын, шежіре басы, қазақтың қайдан шыққаны, хан шежіресі, Шыңғыс хан шежіресі деп тағы да басқа көптеген тарауларында тізілген. Және оның соңында мақсұт, қазақ, насихат, тағы сорлы қазақ, қош деп айтылған өлеңдері болды. Жарайсың, келесі. Шәкәрім Құдайбердіұлы шежіресі түрік өзегінде қазақ халқының тарихи тағдырына байланысты сөз қозғалып онда ол шығар жол ғылым мен білімге кеңге тоқталады. Бұл ақынның өз халқына деген тарихи тағдырына байланысты жарлы һәм махаббаттың азаматтық үні. Осы шежіреде қазақтың түп атасы деген тарихи дастан берілген. Келесі. Оның мазмұндық сипаттары бойынша қазақтың түркі-моңғол, түркі-оғыз тайпалары бірлестігі деп бөлуге болады. Және Сақа, Осман түріктерінің тарихы 18 ғасырда Абылай хан басқарған кезең деп саралауға болады. Отыра жақсы. Яғни бұл бізге зерттеу талдау жүргізді. Ал келесі тобымыз бізге орта жүз тобы, орта жүзіне талдау талқылау жасайды. Орта жүз тайпасы осы қазақ халқында, қазақ хандығында оның топтардың бір-бірімен бірігу кезінде, олардың бір-бірімен бірігу кезінде орта жүз елеулі рөл атқарды. Және 16-17 ғасырларда орта жүз тайпасы, яғни орта жүзден басқа да жүздер құрылды, және олар Қасым хан, Есім хан, Тәуекел және Хақназар хандардың тұсында бір-бірімен туыс тайпалар бір-бірімен бірікті, және сол кезде жүздер болып қалыптасты. Этно-тарихи жағынан орта жүздің қалыптасуы сол Қыпшақ тайпасының және Ақ Орда ұлысы және Өзбек ұлысы тайпаларының бір-бірімен байланысуынан қалыптасты. Осы орта жүздің ең бірінші қағазға енгізген және сол туралы сипаттама берген тевкелік болып есептелінді. Орта жүз тайпалары солтүстік, орталық және шығыс аумағын иеленді. Оларға алыс қашықтықтарға көшіп қону тән болды. Орта жүз тайпаларының шығу тегі негізінен Қыпшақтың саналғанымен, оларда шығыс десті Қыпшақтың әртүрлі тайпалары қосылған. Орта жүз руларының атаулары өзбек, ноғай, қарақалпақтар мен басқа да этнонимдерге ұқсас. Арғындар жүздің аса ірі тайпалық бірлестігі, олар көшіп қонатын жерлері Сарыарқаның кеңістігінде орналасты. Арғындар әртүрлі генеалогиялық аңыздарға сүйенген күрделі құрылым болды. Наймандар Қазақстанның шығыс бөлігінде Алтайдан Жетісу алатауына дейінгі жерлерде көшіп қонып жүрді. Және де орта жүз руларының бір қыпшақтар арғындар қонысынан батысқа қарай Тобылдан Сырдарияның төменгі ағыстарына дейін көшіп қонып жүрді. Қазақ қыпшақтары орта ғасырлық қыпшақтардың тікелей ұрпағы болып табылады. Солтүстік шығыс Қазақстаннан солтүстік батысқа дейінгі жерде керейлер мекен етті. Яғни керейлермен қосылып, олардың этнонимі қазақтардың этнониміне ұқсас болды. Және де Торғайдан Алатауға дейінгі жерде Қоңырат атаулы рулар мекен етті. Яғни ол орта жүзге жататын. Қоңырат атауы орта ғасырлық жазба деректерде Қоңырат атауымен белгілі бір нәрседе сақталған болатын. Жарайсың. Рахмет, жақсы, отыра
яғни кіші жүз тобы дәлел қазақтардың бұл тайпалық тобының ерекшеліктері, жүздердің пайда болуы туралы сөйлейміз. Бізге берген тапсырма жүздер жайлы нақты ашу. Жүздер бұл орта қазақ халқының үш топтық тайпалық бірлестігі. Жалпы жүздер жайлы нақты деректер 18 ғасырдың бірінші ширегінде кездеседі. Қазақ жүздері 15-16 ғасырларда арасында Қазақстанда әр өңірде қалыптасқан және қазақ тарихында үш жүздің үш биі болған. Ұлы жүздің биі ол Төле би. Төле би Тәуке ханның тұсында қазақ хандығының ата заңына айналған әйгілі жеті жарғы жобасын шығарған қаламгер болып табылады. Жалпы ұлы жүздің ішінде 11 ру бар. Олар Албан, Суан, Дулат, Жалайыр, Қаңлы, Сары Үйсін, Шапрашты, Ысты, Сіргері, Ошақты және Шаңырашты болып табылады. Ал екінші жүз бұл орта жүз. Орта жүздің қалыптасу орта ғасырдағы Қыпшақ этнонимінің арасында Ақ-Орда, Өзбек ұлысы ру тайпаларымен байланысты. Орта жүздің биі бұл Қазбек би екені барлығымызге мәлім. Шежіре бойынша орта жүздің құрамы 6 рудан тұрады. Олар Арғын, Найман, Керей, Уақ, Қоңырат және де Қыпшақ болып табылады. Жалпы шежіре ерекшелігіне және халқымызды таратуға ерекше дүние мән берген. Және жеті атасын білмеген жетесіз, жеті атасын білген ер, жеті жұрттың қамын жер деген халқымызда қанатты сөздер де бар. Және академик Қоспаевтың айтуы бойынша әр адам өзінің жеті атасын білуге маңызды және категориялары болып табылады. Және жеті атада Рахметолланың айтуы бойынша әр адам өзінің көршісі немесе ауылы отбасы бір үйде тұратын болса, олар ауылдас болып саналады. Ал іргетасы алыс жерде болса, олар жерлес деп бөлінеді деп айтылған. Және кіші жүз Қазақстанның батыс аумағында мекендеген және кіші жүз ішінара Әлімолы, Байұлы және Жетіруз деп бөлінген. Кіші жүз батыс Қазақстанның аумағында мекендеген. Дұрыс, жарайсың. Қандас жеті атадан құралғандар. Бір немесе 16-дан асса ру, бірнеше ру қандастықпен біріксе тайпа, бірнеше тайпа қандастықпен біріксе ел немесе халық болып бөлінеді. Егер сол тайпаның арасында өзге ұлт өкілдері болса, сол өзге ұлт өкілдерінің дербес жағдайы сол тайпамен бірдей болса, сол тайпаның ұстанымдарын ұстану қажет. Тілін, заңын және этникалық жағдайы. Сонымен бірге сол шежіренің қоғамдағы орны ерекше. Дұрыс. Шашырасымен ағайындар шежірелі ақылы бір-бірімен танысуға болашақтарға танымлар қазақтың алысы жоқ. Шежіре ұлттық руға, тайпаға, жүзге бөлінуі үшін емес, оның орта тілі болған. Жарайсың. Ендеше қарымды қаламгер шежіресі, Молдабек Шабалатұлының тобықты шыңғыстау шежіресі, тарихта баяндау өнегесі және Шәкәрім Құдайбердіұлының түрік қырғыз қазақ шежіресінің заңды жалғасы болып табылады. Кезінде қазақ қоғамының көсемі Әлихан Бөкейхан Шәкәрім қажының шежіресі тұру керектігін баяндаған. Ол жөнінде автор көп томдық шежіресінің арасында алғашқы томында атап өткен. Жарайсыңдар, дұрыс. Жүздер туралы, яғни мағлұматты айттыңдар, яғни жүздердің таралуының өзі көп ғалымдардың пікірінше әртүрлі ой айтады екен, ұлы жүз, кіші жүз, орта жүз. Мысалы, Қозыбаев академия. Жарайсыңдар. Отырамыздар, жарайсыңдар. Ал енді оқушылар, балалар, бері қараңдар. Бізде енді жаңағы жүз туралы ұлы ғалымдар әртүрлі пікір айтады дедік қой жаңағы сабағымызда өздерінің тілдерінде. Енді осы кесте толтырамыз қазір. Ұлы ғалымдар сөйлейді. Жүз ұғымы туралы айтылған пікірлердің авторын сәйкестендіреміз. Несенерге қазір мен береміз сәйкестендіру парағын, осыған сәйкестендіреміз. Астындағы кестеге ұяшыққа сәйкестендіру әріптерін жерге жазатын боламыз. Сұлпашылар тобымызды бағалап отырамыз. Менің мынау жеке бағалауым. Ұлы ғалымдар сөйлейді. Жүз ұғымы туралы айтылған пікірлердің авторын сәйкестендіреді.
жерде авторы Сұлтановтың, Бартаевтың, Вяткиннің, Аманжолов, Уәлихановтың, яғни айтқан сөздерін сәйкестендірдіңдер. Енді мен қазір экранға дұрыс жауапты шығарам, тексеріп шығамыз. Тексеріңдер, дұрыс па жауаптарым? Дұрыс па? Ал дұрыс болатын болса, онда қазір біз қазір оқып шығамыз мына жерде. Кім оқиды? Кәмәмен оқи ғой. Алтын Орда мемлекетінің ыдырауы кезінде қазақтар өздері көшіп жүретін жерлердегі өз құқықтарын қамтамасыз ету үшін осындай үлкен одақтар құрған. Біз оны едік, яғни біз Шоқан Уәлиханов деп білдік. дұрыс, өте дұрыс. Отыра қалдыр. Келесі оқушы. қазақтың жері жүзге моңғолдарға дейін кезінде 10-12 ғасырларда бөлінген есептеген ол Аманжолов. Дұрыс айтады. Келесі. Жүздердің құрылуына табиғи географиялық факторлар әсер етті деген. Қайсы қауым айтады екен? Ал Жүздердің құрылуына табиғи географиялық себептермен қатар саяси орталар әсер етті. Жекелеген ордалар ерекше саяси одақтар ретінде 16 ғасырдың аяғына дейін қалыптасты. Оны бізде Михаил Порович Вяткин айтты. Жарайсың. Келесі. Қазақ жүздерінің пайда болуына географиялық фактор әсер етті. Географиялық жағдайға икемделген және аумақтарға оқшаулану сөздердің мәдени шаруашылық ерекшеліктерін қалыптастырды деп есептейді. Василий Владимирович Бартов. Дұрыс айтасың. Отыра ғой, жарайсың. Келесі. Жүздердің құрылуы жөнінде нақты деректердің тапшылығын айта келіп, кім жауап береді? Бұл кімнің авторы кім екен? Ал айтқаным айта ғой. Қазақтың жүздері этномәдениеттік астардың жоғары сыныптарын этномәдениеттік организм деп этностың әлеуметтік шаруашылық саяси бірлестіктерді түсінеміз. Бұның авторы Мұқанов. Сәбит Мұқанов. Дұрыс па балалар? Иә. Дұрыс, жарайсың. Рахмет. Ал енді бүгінгі сабағымыз бойынша, яғни біз авторлардың пікірлерін сәйкестендірдік, оның дұрыс жауабын тексеріп, енді бізде сабақты бекіту сұрақтары. Яғни бүгінгі сабақта біз не білдік балалар? Бүгінгі сабақта біз не білдік? Сұрақ, бірінші сұрақ. Шежіренің ең қысқа бөлігі қалай аталады екен сонымен балалар? Ал Зерем? Шежіренің ең қысқа бөлігі жетіру деп аталады. Қалай? Жеті ата деп аталады. Дұрыс. Ауызша тарих айту дәстүрі қай дәуірде пайда болды? Ал Гүлзат? Ауызша тарих айту дәстүрі қола дәуірінде пайда болды. Қола дәуірінде пайда болды. Дұрыс. Жүздерді кім басқарған екен? Кім айтады? Сұлтандар. Дұрыс. Бір ру мүшелерінің арасындағы некелі қатынастарға тыйым салу қалай аталады? Кім айтады? Кән балалар. Ал Жанна? Экзология. Қалай? Экзология. Экзология? Дұрыс емес, кім айтады? Экзогамия деп аталады. Дұрыс. Адамзаттың өткен тарихын затта ескерткіштер арқылы зерттейтін ғылым саласы. Археология жағынан. Дұрыс айтасың. Адамның шығу тегін, дамуын, дене құрылысын, нәсілдік ерекшеліктерін зерттейтін жалпы биология ғылымының қоғамдық ғылымдармен тығыз байланысы бар саласы антропология. Қол көтеріп жауап береміз. Келесі. Орта жүз қазақтары иеленген аумақ. Жаңа орта жүз иеленген аумағы кім? Аида. Және шығыс. Қазақстанның шығысы солтүстік орталық ма? Аха, жарайсың. Келесі. Түрік, қырғыз, қазақ хандар шежіресі кімнің еңбегі? Жарайсыңдар. Шәкәрім Құдайбердіұлының еңбегі. Батыс Қазақстан аумағын иеленген жүз. Дұрыс айтасыздар. 300. Шапырашты Албан ханының ұлылары қай жүздің құрамында? Ұлы жүздің. Дұрыс, жарайсың. Енді бұл біздің бекіту сабағымызды, бүгінгі жаңа сабағымыздың бекіту сұрақтары болады. Топтасшылар, бүгінгі сабақты бағалап отырыңыздар, өздеріңіздің құрамдарыңыз бағалап отырсыздар ғой, иә? Қазір.
не жаңағы кері байланыс жасаймыз. Бүгінгі сабағымызға кері байланыс береміз. Біреу алып, кері байланыс жасаймыз. Ал еді бағалау парағын. Қане, топ басшылар бағалағанда айтып қане. Асықпаймыз, кері байланыс сосын жазамыз. Топ басшылар сурет. Қане, ұлы жүз топ басшысы бізде Гүлзар. Қане, біздегі барлық топтағы оқушылардың барлығы төрт инстаграммен олар әрқайсысы әр тапсырмаларға барлығы белсенді түрде қатысты. Белсенді түрде қатысты. Жақсы. Жеке-жеке айта аласың ғой, иә? Жанатбек төртеу, Айқан төртеу, Айдана менде барлығы төртеу деді. Және де жеке менің бағалағанымда Гүлзар екеу. Гүлнұрда біреу, Жанатбекте біреу, Айдада біреу. Жарайсыңдар. Ал келесі топ, өзінің топ басшы, тобын қалай бағалайды? Тапсырма бойынша барлығы белсене қатысты. Ал сіздің берген жеке бағалау бойынша мен біреу, Балнұр біреу, Уәлихан біреу. жарайсыңдар. Келесі кіші жүз тобы қалай бағалап, топ басшы жанына айта ғой? Біздің топта барлығы сабаққа бүгін белсене қатысты және де барлығының балалары 4 балл болды. Ал сіздің жеке берген балыңыз мен біреу, Нұрғожа біреу, Жарнай біреу және Ермұхан біреу. Жарайсыңдар. Яғни бүгін 3 топта сабаққа белсене қатысты деп айта аламыз. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайықшы. 5 саусақ әрісі кері байланыстарыңызды мына жерге жапсырасыздар. Мен үшін маңызды және қызық болды сабақ дегендеріңіз, маған түсініксіз болды, маған жеткілікті болмады, менің көңіл күйі және менің ұсынысым. Осы бойынша кері байланыс береміз, жазамыз. Стикерлерде жазу арқылы жапсырамыз. Бірден бап жапсырамыз, иә? Көп не алмайды. Қолдың үстіне жапсырамыз, сабағымызға кері байланыс жазыңыздар, рахмет. Енді бүгінгі сабағымызда бізде, яғни жеті атасын білмеген жетесіз деген сөзді жаңа өздеріңіз айтып кеттіңіздер. Оны біз жаңағы терең былайша айтатын болсақ, яғни біз қазақ болғаннан кейін барлығымыз да жеті атамызды білуіміз керек, дұрыс па? Жеті атамызды білуіміз керек. Ол деген біздің туыстық, жаңағы бауырмашылдық, туыстық әрекеттеріміз болып қалыптасады, иә, тарихта. Және де балалар бүгінгі сабаққа барлықтарын жақсы қатыстыңдар, барлықтарына жарайсыңдар, жақсы деген бағалармен бағалаймын. Рахмет бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға. Үйге тапсырма. Яғни бүгін біз үйге тапсырманы 25-ші параграф қазақтардың ру тайпалық құрылымы деген тақырыпты оқимыз. Және осы тақырып бойынша жеті атаны білу парыз деген сияқты тақырыпта эссе жазып келеміз. Жарай ма? Сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.